Әріптестер, тағы да сіздерді бір сайтпен таныстырайын. Keyrascribe деп аталады. Дайын фонсыз суреттер бар. Яғни оларды клипарт деп атайды. Яғни мына жерде қарайтын болсаңыздар, әртүрлі суреттер шығады. Соны өзіңіз таңдайсыз. Басасыздар ғой, сол кезде ашылады осындай болып. Бұны жүктеп аласыздар. Енді қазір мен жүктеп алған суретті жасап көрейін. Мінекей мынандай болып шықты ғой. Енді файл, копировать. Мен мына жерге қойғым келеді. Осы суретке. Мына сурет түсті мына жерге. Мен қазір мына бір суретті алам. Мынаны біз жаңа жүктеп алдық. Енді осы суретті мен мінекей мына сурет бізде жүктеп алынған жаңа. Осы суретті көшірмесін алам. Копировать деп. Мен бұны мына презентацияға қоям. Жерге. Сіз енді өзіңіз таңдаған суреттерді аласыз. Мен мүмкін мына жерге қоям ба? Бәрі кітаптың үстіне қойып атым. Енді мына жерге жазуыңызға болады. Мынандай фонды өзіңіз. Осындай өзіңіз фон жасауыңызға болады.